Баршаңызға сәлем, Ләззаттың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде үй лағманы жасалу жолы өте қарапайым. Жылқы етін жуып тазалап, майда бөлшектерге бөліп тураймыз. Тез пісуі үшін ұзынша немесе төртбұрышты етіп турадым. Қалған көкөністерімізді дәл солай төртбұрыштап немесе ұзынша етіп турап аламыз. Пиязымызды тураймыз. Сәбізімізді турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды салып араластырамыз. Бұқтырып аламыз. Жақсылап араластырып, қалған көкөністерімізді де ретімен саламыз. Сәбізімізді, бір қасық томатымызды, сарымсағымызды салып қуырып аламыз. Кішкене су құямыз. Жақсылап араластырып, дәміне қарай дәмдеуіштерімізді саламыз. Яғни тұз, бұрыш, дәмдеуіш, редкамызды, картобымызды салып, жарты қазан көлемінде су құйып, баяу отта қайнатамыз. Менде лағманы лапша-рискадан кесілген. Келесі видеода лағманның қолдан жаю түрін көрсетемін. Осымен лағманымыз дайын болды. Ас болсын.